Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай қазақша десерт жасаймын. Өте дәмді және тойымды десерттердің бірі. Ол үшін мен алдын ала сары майды ерітіп алдым. Түбі қалың қазанға отқа қойып ысытып алдым, әбден ысытып. Сары майды қайырып алдым. Одан кейін оны сүзіп, ыстық сары майға қантты қосып араластырып алдым. Қантты ерітіп алдым бірінші. Одан кейін шетінен тартал қан қосып жатырмын. Менде бәрі көз мөлшерімен жасап жатырмын. 450-500 граммдай сары май, оған 900 граммдай талқан қостым. Талқанды шетінен қосамыз, басында өстіп қасықпен араластырамыз. Қантты әркім өз қалауынша қосады. Кейіннен өстіп қолмен араластырамыз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Кез келген формаға салуға болады. Менде осындай силиконовый форма. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып кетіңіздер. Мен осындай формаларға саламын. Өстіп орналастырып, оны қатқанша холодильникке саламыз. Қатқаннан кейін осындай болады. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болып тұрыңыздар.